Әмен Әбжанұлы Қайдаров 1923 жылы 3 маусым айында Қарағанды облысы Нұра ауданында дүниеге келді. Әмен Қайдаров кинорежиссер, суретші, Қазақ СССР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері. 2 дүниежүзілік соғысқа қатысқан. 1951 жылы Алматы суретшілер училищесін бітірген соң Қазақстан әйелдері ара журналдарының редакцияларында жұмыс істеді. Және 1965 жылдары Қазақфильм киностудиясында жұмыс істеді. Әмен Қайдаров Қазақстандағы мультипликациондық кино өнерінің іргесін қалаушыларының бірі. 1967 жылы Қайдаровтың салған суреті бойынша халық ертегісі негізінде тұңғыш түрлі түсті қарлығаштың құйрығы неге айыр атты мультипликациондық фильм жасалды. 75 жылы Нью-Йорк қаласында өткен халықаралық мультипликациондық фильмдер фестивалінде жүлде алды. 1980 жылы Қайдаровқа Ақсақ Құлан, Қожа Насыр құрылысшы, Қырық өтірік атты мультипликациондық фильмдер топтамасы үшін Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығы берілді. Әмен Қайдаровқа өзі қойған бірсыпыра фильмдер сценарийінің авторы үшін құрмет белгісі, парасат ордендермен және медальдармен марапатталды.